міндетіміз санитарлық эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру және вакцина алғандардың санын арттыру. Осы бағытта нақты жұмыс ұйымдастырылды. Министрлік жаңа вакцинациялау бойынша жоспар әзірледі. Биылғы сәуір, мамыр және маусым айлары аралығында өңірлерде ай сайын 2 миллион адамға вакцина алу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Қыркүйек айында 10 миллионға жуық вакцинациялауға жататын адамдарға вакцина салуды аяқтауды жоспарлап отырмыз. Содан кейін ұжымдық иммунитеттің жинақтаушы әсері күтіледі. Биыл 1,2 мың шақырым жол бойынша көлік қозғалысын ашып, жалпы ұзындығы 6 мың шақырым автомобиль жолдарын реконструкциялау, жөндеу және салу бойынша ірі жобаларды аяқтау керек. Соның ішінде Талдықорған, Өскемен, Қарағанды, Балқаш, Қапшағай, Қалбатау, Майқапшағай сияқты тағы да басқа жобалар. Сонымен қатар биыл маңызы үлкен Қызылорда Жезқазған жолының реконструкциясы басталады. Әкімдіктер 2,6 мың шақырым жергілікті автожолдары салуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ жол бойындағы сервистің 125 жаңа нысан салынады.